Қыдыр мен Мұсаның қиссасы. Мына бір әңгімені бала күнімізде үлкендерден естуші едік. Кейін Құраннан өзіміз оқыдық. Мұса пайғамбар жер бетінде өзінен білімді адам жоқ шығар деп ойлаған екен. Сөйтіп, Алла тағаладан ондай адам бар ма деп сұрайды. Ұлы иесі оны Қыдырмен кездесуге жібереді. Ол Қыдырмен кездескен соң, одан ілім үйренгісі келетінін айтады. Қыдыр, сенің сабырың жетпейді ғой маған жолдас болуға дейді. Мұса, Алла қаласа сабырлы болуға тырысамын деп уәде береді. Қыдыр, ендеше мен не істесем де сұрақ қоймайсың, кейін өзім түсіндіремін дейді. Мұса қуана келіседі. Сонымен екеуі келе жатқанда жолда бір кішкентай бала ойнап жүр екен. Қыдыр оны өлтіріп тастайды. Мұса шошып кетіп, сен жазықсыз сәбиді өлтірдің ғой, бұл не сұмдық дейді. Қыдыр, мен саған айтпадым ба, сабырыңның жетпейтінін дейді. Мұса кешірім сұрап, енді олай етпейтініне уәде береді. Екеуі әрі қарай жүріп кетеді. Теңіздің жағасына келгенде, онда тұрған кедей балықшылардың кемесіне мініп, Қыдыр кеменің тақтайын сындырып, жүзуге жарамсыз етіп кетеді. Мына сұмдықты көргенде, байғұстарға обал қылдың ғой деп, Мұсаның төбе шашы тік тұрады. Қыдыр, айтпадым ба, сабырың жетпейді деп ренжиді. Мұса қайта кешірім сұрап, енді тырс етіп тіс жармайтынына сендіреді. Олар әрі қарай жүріп кетеді. Арып ашып бір ауылға келеді. Ауыл адамдарынан дем алатын жай, ішуге тамақ сұрайды. Бірақ ешкім оларды қонақ еткісі келмейді. Олар ауыл шетінде қирағалы тұрған бір үйді жөндеуге кіріседі. Үйді жөндеп болғанда Мұса, осы еңбегіміз үшін ақы алсақ та болар еді дегенде, Қыдыр, міне, енді екеуміздің айырылысатын кезіміз келді. Саған өзің түсінбеген жайлардың жағдайын айтайын. Мен өлтірген бала келешекте әке-шешесіне жамандық жасайтын еді. Оның орнына Алла оларға салихалы ұл сыйлайтын болды. Ал кедей балықшылардың кемесін тескенім, теңіздің арғы жағында залым патша бар еді. Ол қарақшылықпен айналысып, жарамды кемелерді тартып алады. Бұлар барса, соның қолына түсіп, кемелерінен де айырылып, өздеріне де үлкен зиян келер еді. Сондықтан кемелерін жолға шығуға жарамсыз еттім. Ал біз жөндеген үй 2 жетім баланыкі еді. Олардың ата-аналары өте тақуа адамдар болатын. Ерте қайтыс болды. Балаларына деп тыққан қазыналары ескі үйдің астында жатыр. Үй құласа, қазыналары қолды болып кетейін деп тұр. Өздері өскенше үйдің аман тұрғаны керек. Әкеден қалған мұраны кейін өздері тауып алады. Сен сабыр ете алмаған жағдайлардың жауабы осы. Мұны мен өздігімен емес, Алланың маған білдірумен жасадым депті. Осы әңгімеден алатын сабақ, біреуді кінәлауға асықпау керек екен. Бізге теріс болып көрініп тұрған іс анығында дұрыс болып шығуы мүмкін екен. Ал біз кейде Алла атынан үкім шығарып та жібереміз. Ненің қайырлы немесе қайырсыз екенін білуші біз емеспіз ғой. Шексіз дана Раббымыз кешірсін бізді.